Егіз жүрек. 7 бөлім. Аю шығар деді Демерген, ол ойынан тез қайтты. Онысын қызға сездірген жоқ. Аю бұлай аңдамайды. Қанша жер соңдарынан еріп келді. Оңтайлы сәтті күткен. Мұздақ бітіп қарсыз жотаға ілінгенде аңдушы ізінен жаңылды. Байқалып қала берді. Кім болды екен? Мерген артындағы қызға бұрылды. Ол да соңына қарағыштап келеді екен. Аю емес деді ол да. Абзал шығар. Мерген жауап қатпады. Түнерген күйі өз ойымен өзі алысып келеді. Абзал емес. Оны бұл анық біледі. Енді кім? Осы маңайдан өткен сайын ту сыртынан қадалған әлдекімнің сұқ жанарын кейде сезіп жүретін. Тіпті бірде қарлы шыңның ұшар басынан қауға сақалды адамды да көрген. Бұл оған тиіспеуші еді. Ел ішінде әлгі туралы айтылатын аңыз әңгімелерге де қанық. Біреулер Қытайға қашқан атақты байдың баласы дейді. Шекарада байдың көші казактардың қоршауына түсіп, шеттей баласына дейін кескілеп тастаған екен. Жаратқанның құдіреті әлгі қырғыннан байдың кішкентай баласы аман қалып, мұзтауды мекендеп кетіпті деседі. Ол болса ше? Ол неге бұлардан дейді? Мерген қызға тағы бұрылды. Осы сен емші тауып алды дедің бе маған? Иә, ол қайда тұрады? Мұзтаудың басындағы үңгірде. Жалғыз. Мерген атының тізгінін тартты. Қызға бұл дұрыстап назар аудара қарады. Әдемі, көзі боталап, ерні дірілдеп бұған қарап қалыпты. Мергеннің жүрегі шым етті. Сұлу екен. Осының соңынан келгені ғой. Бейшара. Несіне жіберді екен деген ішінен. Өзі сезіп келеді. Жаңа мүлт кеткен жоқ. Бейшара. Бір кезде кілт тоқтады. Анау қырдың ар жағы шекара деді қызға. Кеш болып кетті. Бүгін осында түнейміз. Таң ата жолға шығамыз. Болды.